автосер қауым бүгін міне шырайлы Шымкентке де келіп қалдық. Мен Ерғазы Әзімханұлы, бұл Культив KZ YouTube арнасы. Шымкентте міне бірінші рет осындай Low KZ өтейін деп жатыр. Бүгін неше түрлі қолынан бал тамған майталмандардың, неше түрлі шеберлердің қолынан шыққан көліктерді көретін боламыз. Тек қана Шымкенттің ғана көліктері емес, жан-жақтан, яғни оңтүстіктің барлығынан жиналған автокөліктер бар. Енді тюнинг деген не екенін көруге дайын болсаңыздар, кеттік. Қазір сәтте мына мен арышта как дома. Мынау әдейі оған арналған көрдіңдер ма? Бұлайша көрерменнің қолында оның айналысқан көліктер резинасы жарылғанша, баллондар жарылғанша осы лифт жасап келеді. Іс-шараны Қол соғып қояйық кішкене жігіттер, қонақ жайлығымызды көрсет. Делай до конца. Шымкент айда, Шымкент! Көздеріңіздің алдында мына резинасын жарып тастады. Мынау дәл қазір бернаут жасау арқылы дрифт жарылып кетті. Міне бернауттың қызығы осында. Бұл кісілер үшін резинаны ауыстыру расходник сияқты мелочь сияқты келеді. Сол үшін міне осылай резиналарды У нас форматик заканчивался. Еще вместо БМВ Е34. Сегодня будет делать она грязь. Смотрите. Міне бүгінгі шараның жалпы бірден-бір ұйымдастырушыларының бірі Шымкентте өтіп жатқан себебі де осы. Сәкенге байланысты, Сәке? Қош келдік, қош көрдік. Жалпы бүгінгі шара несімен ерекше? Несімен ерекше, бұл сезонның жабылуы. Жақында уже күн суық кетеді. Алматы, Астана барлық қалаларда суық. Ерекшелігі в том, что Шымкент ең соңғы суытта. Сезонның бәрін Құдай қаласа енді уже осы жерде жабатын боламыз. И Шымкент түгел Қазақстаннан ерекше ғой, бөлек мемлекет сияқты. Өзіміздің антуражымыз бар ғой жақта. Соны осы жақта көрсеткіміз келді десеңші? Андай. Восточный привкуспен бір Low KZ мит өткізейік дедік та. Шымкенттегі көліктің ерекшеліктері қандай, Сәке? Шымкенттегі көліктердің ерекшелігі. Нені тюнинг қылғанын ұнатады бұл кісілер? Шымкент тек қана сток қой. Тек қана сток. Это BMW, Mercedes. Соларды максимально завод, максимально сток, максимально V8. Бізде мысалға JZ өте аз. Мен қазір келіп жатырмын. Шымкенттің JZ-терін көріп, GDM-дерін көріп, өте қуанып жатырмын. Бізде де бар екен ғой деп өйткені қалада жүресің. Оларды особо көре бермейсің ғой. Шымкент тек қана немістер, тек қана сток, тек қана завод. Енді былай көзге түсетін, біз енді білмейміз, шеттен келіп тұрмыз. Қандай айтулы көліктер бар, біз барып міндетті түрде назарлары осыны алып, сұрпайтын дейміз. Шын айтсам, өзім енді келдімше өзімде көрген жоқпын. Мен білетін көліктердің бәрі экшн зонада. Біз өткені андай өзіміздің блогерский деятельностімізбен больше гонки, тюнинг, бетонка, метонка болған соң мен өзіме қызық болған соң бәрі заряженный машиналарды ғана. Көрме деген емес, жалпы ана жақтағы дрифт жасап жатқан, бернаут жасап жатқан көліктер маңызды. Шымкентте бір 4-5 жақсы гараждар бар, сондай машиналар жинайтын. Солардың машиналардың бәрі сол жерде ше. Олар андай әдемі көйлек киіп алып красоваться ететін машиналар емес. Майкын шешіп тастап төбелесетін машиналар. Қуаныштың көргеніме өте қызық. Мен де қуаныштымын. Қош келдіңдер. Бүгінгі іс-шараның жалпы бір нақты ережесі жоқ. Бұл жақта автотюнинг мәдениетін жалпы халық арасында насихаттау болып табылады. Негізі мақсаты. Енді автотюнинг дегеніміз не ол? Тюнинг дегеніміз жалпы не ол? Тюнинг дегеніміз ол көліктерді зауыттан шыққан күйінен басқа қылып жетілдіру. Яғни жетілдіру деген тура мағынасын береді. Бірақ тюнингті әр елде, әр жылдары, әр кездері әртүрлі түсінетін болған. Ең бірінші болып тюнинг
жалпы мәдениеті ол Америка құрама штаттарында қалыптасқан 50-ші жылдардың соңында жалпы драгрейсерлердің арасында, енді жастардың арасында 400 метрге жарысу, яғни қазіргі тілмен драг дейміз ғой, сол драгқа тұрып өздерінің көліктерімен жарысып бастаған болады. Welcome to Shymkent. Welcome to Shymkent. Welcome to Shymkent. NFS Most Wanted ойнап, ойынның ішінде, компьютердің ішінде жарысып жүрген бала Ерғазы үшін міне мынандай көліктер нағыз тюнинг болып саналатын. Араларында Most Wanted ойнағандар бар ма? Таныдыңдар ма? Nissan 350Z. Дәл осы секілді осының артында Mitsubishi Lancer Evolution тұр екен, соны түсіріп қайтайық. Жылдардың соңында Америкада сөйтіп барлығы драгта жарысып, тюнинг мәдениетін солай көрсетіп жүрген болса, әлемнің басқа жағында Жапонияда тюнинг деп мүлдем басқа нәрсені көретін болды. Оларда жарысу жалпы рұқсат етілмегеннен кейін, ол легальный нәрсе емес болғаннан кейін, олар түрлі жаман жолдарда жарысуды шығарды, дрифт деп аталатын болды. Яғни өзінің бар күшімен, бар жігерімен олар дрифт жасап, таулардың арасында жарысып, сондай мәдениетті енгізіп, сөйтіп соны тюнингқа кіргізетін болды. Біреулер үшін көліктің қатты жүргені маңызды болып, жарыстардың барлығын отқысы келіп тюнинг жасайтын болса, басқа біреулер міне дәл осы секілді көліктің сыртқы, яғни кузовына мән беріп, әдемі көрінгенін қалайды екен. Мен балалық шағымдағы Mitsubishi Lancer Evolution, енді бұл оригинал, яғни бастапқы күйдегі Evolution ба, жоқ па екенін біз қожайыннан сұрайық. Саламатсыз ба? Жалпы мына көлікті мен бұрында мектеп кезінде оқитын кезде күнделіктерден көп көретін едім. Одан кейін анау общая тетрадь дейді ғой, қалың, солардың бетінен көп көретін едім. Енді көлік жайлы айтып кетсеңіздер, не жасалған, не көлік, қаншаға алдыңыздар, жалпы мақсат қандай болды бұл көлікті алғандағы? 18 енді толған кезде сатып алған болатынмын. Бағасы ол кезде 5 миллиондай болатын, қазір мүмкін одан да көп болатын шығар бағасы. Мақсатым тюнинг болған. Оригинал Evolution ба, жоқ па? Жоқ, өкінішке орай оригинал Evolution емес. Бұл әншейін Mitsubishi Lancer 2013 жылғы капоттың астында атмосферный 2 литрлік мотор. Ол зауыттан сток өзінің қозғалтқышы? Зауыттан шық. Көрдіңіздер ма, егер сіздер міне армандағыдағыдай көлікпен жүргілеріңіз келсе, онда міндетті түрде ішінің барлығын өзгертудің қажеті жоқ. Осылайна сіздер фейслифтинг жасап, бетін өзгертсеңіздер, мен сияқты сыртта көріп қойған адамдар оригинал машинама деп ойлап қалуы мүмкін, Evolution. Жалпы өте жақсы жасалған екен. Қанша қаражат кетті мына көлікке? 3 миллионнан да көп кеткен шығар. 3 миллион? Негізгі жасалған нәрселер ол түсін өзгертті ма? Әлде осы түсте болды ма? Түсі ақ болған, көбісі тормозная система өзгертілген, кузовқа варис white деген обвес қойылған, және де перламутровый жемчуг деген түске боялған. Негізінде заводтан ақ түсетін, бірақ перламутровый жемчуг істегенмін. Трехслойный деген краскаға боялған, Жақсы, өте жақсы, көлігіңіз өте әдемі екен. Міне біз ары қарай жалғастырамыз. Жапондық тюнинг дегенде менің көзіме міне бірінші кезекте осындай көліктер елестейді. Бұл көлік жай көлік емес, бұл көлік жалпы Алматының көшелерін шулатып жүрген көлік. Ассалаумағалейкум. Міне жазылып қойсаңыздар болады, мажестик деп, неше түрлі такси жасап, қалада адамдардың көңілінен шығып, көңілін көтеріп жүрген көліктердің бірі. Жалпы жапондық тюнинг туралы бір-екі ауыз сөз тыңдағымыз келіп тұр. Бұл жерде тюнингтен бөлек, бұл негізі, бұл менің ішкі дүнием деп санаймын өзім. Негізі былай өзім болмысым дейм ба, әлде ішімдегі анау қандай много ярких красок дейді ғой. Сол просто анау менің ойдағы фантазиям, олицетворение. Жарқын. Ең бірінші тюнинг неден басталды жалпы? Не жасалып бастады, сосын бір нәрсені жасағаннан кейін мен соңына дейін жеткізу керекпін деген ой қашан келді?
Бастапқыда бұл көлік сатып алынған кезде көк еді. Сосын кейін жалпы бір жарты жылдай уақыт өткеннен кейін көктен көк аққа айналды, одан кейін фиолетовый түске айналды, одан кейін қара болды. Жыл сайын ауыстыратын. Жыл сайын түсі өзгеріп жатыр. Жыл сайын бір фантазия келеді сонымен. Мына сыртындағы бұл не емес, бояу емес, бұл пленка, толыққанды пленка. Түгелдей пленка. Жалпы пленкаға орау бояғаннан қаншалықты артықшылығы бар, кемшілігі бар мынандай пленкаға? Бастапқыда негізгі ой бояу болған, бірақ анда бояғанда анда кенде цветке бояйын деген болатын. Ол дүниенің бір жамандылығы, мысалы үшін мынан клиренспен ана жерін сындырасың, мына жерін сындырасың дегендей. Асты төмен болғаннан кейін бұл іліп алу қаупі өте жоғары, бордюрлар бар, не бар. Содан кейін оны дәл сол цветке бояу кендеде қиындау болады. Мына жерде мысалы үшін бірдемен сындырып алдың ба, адам жаңа деталь сатып алып, қайтадан пленкаға қаптай салдың болды. Бұл пленкалардан ағару деген нәрсе болмай ма? Мысалы түсі бір-біріне келмей қалуы деген секілді. Жоқ, ондай болмайды. Бұл жерде бұл Германияның пленкасы. Өздерінің жаңағы мерзімі болады, 5 жылдық, 7 жылдық. Сол аралықта ешқандай цветін жоғалтпайды, өз қалпында тұра береді. Тағы да мысалы сыртынан бөлек қандай өзгерістер енгізілген мұнда, қандай тюнинг қолданылған? Бұл жерде қозғалтқыш бойынша жалпы обвес, музыка. 4 контурлы пневмоподвеска жиналған. Музыкада баршылық, мотор жағынан да 2.5 кнопка болған. Көрсетейік? Қазір ол боевой мотор өліп, қазір, короче, полный сток. Пока қазіргі уақытта жүріп тұру үшін жаңағындай стоковый мотор болып қойдық. Бірақ көктемге дейін қайтадан сондай боевой мотор жинаймыз. Жалпы айтып тұрғаны, біз үшін қозғалтқышты ауыстыра салу ол әшейін сән ғой десе. Subaru расходник қой. Расходник дейді, салғымыз келсе өзіміздің мотор сала саламыз, ауыстырғымыз келсе тюнинг мотор сала саламыз. Жақсы, рахмет. Кого ты видишь в своем отражении? Я оставь близко, ответь уважение. Пытаешь, в твоем окружении не бывает. Кто не пизда, тут огненный беспечно. Америкада дракта жарысып, ал Жапонияда дрифтпен өздерінің өнерлерін көрсетіп жүрген кезде, Европада ең бірінші болып тюнингті бастаған ол әрине немістер. Немістер тюнингке жалпы басқаша қарап, олар көлікте шанағынан басқа дымы қалмайынша шешіндіріп тастап, басқа қозғалтқыш қойып және де жетілдіру неше түрлі тюнингтарының барлығын жасап шығарып, сыртқы аэродинамикасына мән беріп, бамперіне, спойлеріне, жалпы кузовта не нәрселер бар, солар қатты жүруіне әсер етеді деп соған баса назар аударды. Бүгін Шымкентте қандай ерекше көліктер бар екен деп мен келіп, шымкенттіктердің өздерінен сұраған кезде маған өте көп адам айтты, бүгін Mercedes пен BMW-ның жарысы болады деп. Ендеше бірінші болып көзге түскен осы Mercedes. Бұл алдында жалпы автошоулардың ең мықтысы болып, престижді болып саналатын Motorfest'ің топ 8-дің жеңімпазы. 200 көлік қатысқан, 1000 заявка болған жалпы ату шулы көрменің осы міне 8 үздік көліктің қатарына кірген. Осы міне мына 190-шы шанағындағы Mercedes. Жалпы бұл Mercedesті жасап шығару үшін шымкенттік шеберлердің айтуы бойынша барлық болты шешіліп, қайтадан жиналған болатын. Біз оны мына журналдан көре аламыз. Арнайы стенд және де арнайы журнал дайындаған екен. Мына журналда жалпы бұл Mercedes'тің қалайынан жиналып, қалай жасалып, қаншалықты жұмыстар атқарылған туралы барлық мәліметтері бар екен. Сол себепті осындай болып дайындалғаннан кейін бірінші кезекте осы машинаны көрсетем деп шештім. Міне сіздер де қарасаңыздар болады. Жайдан жай көліктер таныс арқылы немесе ақша арқылы деген секілді мынандай шоудың жеңімпазы бола алмайды. Еңбек шын мәнінде жасалған. Енді мен қазір сұрағым келіп тұр. Не мотивация болды мынандай көлік жасап шығаруға? Бұл көлікке өзіміз кішкентай кезден қызыққаннан кейін
машинаны шығарып салу өзімізге мотивация болды. Бұл енді салоннан шыққан жаңа көлік емес, бұл қарапайым. Мен не себепті, менің мотивациям не болды мына көлікті түсіргендегі? Менің мотивациям бұл қарапайым. Кәдімгі бізде Қазақстанда пайызбен қарасақ өте көп адам осындай ескі көліктерді айдап жүреді. Сол ескі көліктердің ішінен оларды да жаңа көлік секілді қылып жасап шығаруға болады деген мотивациямен мен жалпы қызығып осыны сұрап тұрған жайым бар. Қанша ақша кетті маған? Бұны сөзбен айтуға болмайды жалпы. Өте көп ақша кетті деп айта салайын. Көп кетті. Жалпы қанша уақытта жиналып шығарылды? 5-6 айдай болғанша шамамен. 5-6 айда жиналып шықты ма? Өте негізі мынандай нәтиже үшін өте жылдам жиналған екен. Мен жылдап жасалып жатқан көліктерді де білемін. Жақсы, сәттілік, рахмет үлкен, өте мықты. Ей жастықша, жауларымыздан ышқырында менің шақ. Бауырларға ылғи ғашық бізде құшақ. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. 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 Астыңдағы тұлпарың сөнбесін ешқашан фарың. Қызығып қарап тұр бәрі, біз шаба береміз әрі. Әрбір шауып біздіге зат. Жаңа айтқанымыздай бұл жақта Mercedes және де BMW-ның қарасы көк. BMW-лардың неше түрлісін көруге болады. Ал ең қызығы ол әрине жаңа зауыттан қазір ғана шыққан көлік емес, жағдайы зауыт сияқты болып жасалған көліктер. Әрине енді мына көліктердің ішінен міндетті түрде қазір біз зауыт секілді жағдайда тұрған BMW-ні табамыз деп ойлаймын. Өте қызық адамды көрдік және де қызық көлігін көрдік. Мобилограф емес, қыран деймін. Автосер қауым менен артық білмесе кем білмейді. Так, рахмет. Енді біз YouTube-та тастап кеттік, сен де мен де кішкене пауза алдық. Енді оған өзіміздің жеке жұмыстар біріншіден. Енді қазір Шымкент қаласындамыз. Мен 2 ай болды осында көшіп келдім. Өте қуаныштымын. Жұмыс істеп жатырмыз. Детейлинг центр бар. Сонымен өзіміздің детейлинг центрден осы 34. Енді қазір штамповать етпей қойық дедік та. Бір ерекшелікпен пневмамен жинадық. Двухконтурный пневма, асты как положено, прям искрит етеді жолда. Сызама жердерін. Машина негізі өте жақсы состояние. 200 000 пробег, өз заводской родной. 65%-ке заводской окрас. Ну, боялды, бірақ под толщиномер боялды. 4 пневма койлы, 4-еуде. И өзімнің жинаған моторым 3.2 строкер. Вот солай. Көре аламыз ғой? Көре аламыз. Короче, бұл жерде жиналған 54-й 3-литровый мотор бар BMW-ның. 3 литр коленвалы. Поршындар секретін айтпай қойдым қандай поршын екенін. Примерно расчетный сил 240, ну, на маховике, наверное, больше. А негізі стокта қанша? Стокта негізі 198. 2.5-те 198. И мына жерде байқап отырсаңыздар, мынау безвоздушный двигатель завода жүрді. Мен бірақ 413 система бошпен жалғадым. Нормально работает. 100-ге қаншада барады? Так, негізі қазір обкаточный прошивка тұр, бірақ қазір 5-те 8 сондай. Бірақ квотерға мен план болып тұр, енді жарыспаймыз ғой, бірақ сонда да бір 13,5-13,2 хотя бы. Распорка передний, задний, чисто классика, өзінің салоны, велюр. Ешқандай личный ештеңе жоқ. Қанша ақша кетті жалпы осы жағдайына жету үшін? Мынандай ғой, сөз есіме түсіп тұр да, Дінмұхамед Қонаев атамыз айтады да, 1000 тал ектім деп айтқанша дейді да, 1 тал екшешті өзім дейді қолмен. Сонымен андай ғой, санаудан уже шатасасың. Шынымды айтайын. Қанша суммаға келгенде санап бастамадыңыз? Короче, пневманы 5 миллионнан кейін біз санамадық уже. Мен еще андай өзім істедім ғой көп нәрсесін. Кроме покраски там, что-то. Енді ең маңызды нәрсені айтайық, бұл жалпы сатуға жасалмайды ғой деймін, бұл ала салатында адамдар болмайды да. Бірақ ең басты жүректің сүйіспеншілігімен. Ол андай ғой, проектін мен естімеппін біреу пайдаға саттым деген. Ол мысалы кейбір адамдар болады, жинайды осылай. Міне өзінің пикіне барады, машинамен енді ценителерге береді, и дальше жаңа проект жинайды ғой, бәрінде солай. Бірақ енді андай көттің астына басып қалу жоғынан, короче. Көрдіңіздер ғой, міне осындай кісілер үйсіп көліктерін сүйіп жасайтын болса, бізде ешқашан автотюнинг өлмейді. Әсіресе міне Шымкентте BMW-ның отанында міне осындай BMW-ны көру біз үшін қуаныш болып тұр. Жақсылап тамашаласаңыздар болады. Және тағы бір қызық, бұл мен досым машинасы, өзі тұр Абзал. Қазір Абзал шақырамыз кадрға. Бұның бір ерекшелігі бұл туринг. Бұл завода 540.
көрдіңіздер мынау редкий диск Dynamic Racing 19. Полный машина восстановить етілген, қазір хозяин Абзал, можно? Заводской 540 бізде аз. Даже не то, что универсал, седанның өзі бәрі 530-дан свап қойдет. BMW 34 бәрі халыққа ұнаған, бәрінің жанынан шыққан, көңілінен шыққан көліктерді біз жинаймыз. Осы көліктерді біз восстановление дейді ғой, сондай жасап өтіп, сондай жұмыстарды жүргіземіз. Именно осы экземпляр 95 жылғы 540 для немецкого рынка. Свап емес, өзгертілген емес, ешқандай басқаша бір Қытайдың запчастары болмаса бір детальдар қолданбаған. Сток жаңадан BMW Group әр детальді, әр пластмасса, әр кочканы, әр резинканы заказ беріп жинады. Қанша жалпы қаражат кетті мына көлікке? Қазіргі моментте осы көлікке 12 миллион с хвостиком. 12 миллионның ар жағында кетті. Ар жағында. Қанша уақыт кетті? Так, уақытпен бір жыл шығар. Бір жылдан бері біз осындай, мұны қазіргі көріп тұрған көрініске дейін жеткіздік. Абзал, сен есептедің ма, прям 12 миллион кеткенін? Есептедім. Не сбился? Жоқ, тағы да бір-екі миллион қосып жіберейін ма де. Жақсы, енді мақсат қандай бұл көлікпен? Мақсат біз тек қана өзімізге жинаймыз. Біз тек өзімізге осындай состояниеға жеткіземіз. Бір сату мақсат болмаса біреуге реклама жасау мақсат емес, просто біз жақсы көреміз оны. Біздің әкеміз, біздің ағамыз мінген, арғырап бізге ұнайды. Енді қараңыздар, құрметті көрермен, біз алдыңғы шығарылымда SRT-ні түсірдік Еркебұланның 2015 жылғы көлікке 17 миллион салдым деген кезде пікірлерге адамдар жазып атты да комментарийге, мә саған 17 миллионға мен тағы бір BMW алатын едім ғой деп. Міне 95 жылғы көлікке 12 миллионнан аса ақша салған екен. Көрдіңіздер ма, егер шын мәнінде көлікті сүйсең, менше сүй деп айтшы брат. Көлік сүйсең, менше сүй. Е60-та отырмыз, Мәке, осы клубтың жалпы жетекшісі, осы көліктің иесі. Ассалаумағалейкум. Қазір біз міне ортаға бір машинаны қойып қойды, қызғалдақты қойып қойды. Енді біз оны сырмай, сыртынан дрифт жасап айналу керекпіз. Бұл деген мастерствоның несі ғой, шыңы. Давайте. Страх болмау керек. Страх болмау керек. Давай. Абайла, Мәке, абайла. Сырма, абайла. Міне, мынау деген нағыз шеберлік. Нәрсе бізде Қазақстанда болғаны шын мәнінде қуантады, достар. Жігіттер, қозып қойыңыз көліге! Адамды айналғанда машина не тұрады деп жатыр ғой, Мәке. Красавчик. Міне дәл осындай атмосфера, жалпы Шымкенттің байыбы осындай болып деп айтуға тұрарлық болып тұрған көлік. Мен негізі көп көліктерді былай алыстан танимын, жақыннан танимын, жалпы түрін бір жерлерден көрген болып тұрамын да. Енді көлік саласында жүргеннен кейін, ал мына көлікті өмірімде бірінші рет көріп тұрмын деп айтсам болады, өйткені шын мәнінде бұл өмірде қоспасы жоқ, қайталамасы жоқ. Біздің Шымкентте жасалған көлік, сыртына қарасаңыздар, мүлдем бір жағынан басқа көлікке ұқсап тұр. Ассалаумағалейкум. Міне біздің Шымкенттік өнертапқыш кісілер, шеберлер мына көлікті толықтай өздеріңіз жасап шықтыңыздар. Жалпы не көлік болған? Базасы қандай бұның? Базасы былай айтқанда бізге дизайнын берген. Базасы ештеңе ұқсатпай, бірақ қандай хатовкасын BMW-дан алдық, арасында Жигулида бар, әртүрлі запчастардан жиналған прототип. Қазақтың алғашқы прототип. Дизайнын кім сізді? Дизайны былай айтқанда бұл машинаны жасау келісімі Африка елімен қатысты, кішкене қатысты, солардың прототипі ретінде и біздің неге заказ берілген компанияға. Сондықтан дизайн солардікі. Сонда Африкадан сіздерге дизайнын сызып беріп, осындай көлік бізге дайындап жасап берсеңіздер де? Заказ ретінде.
ретінде. Иә, заказ ретінде. Енді қазір көз алдынан көріп тұрғандарыңыздай біз бұл үлкен бір BMW-ның немесе басқа завод емес, өзіміздің осы Қазақстандағы Шымкентте орналасқан қалай Берен Моторс деп аталады. Берен Моторстың қолынан шыққан туындысы. Көліктің аты қалай аталады? Кемет. Кемет деп аталады. Көрдіңіздер ғой, міне бұл толыққанды электрлі көлік, бензин жоқ. Неге электрға көштіңіздер жалпы? Неге электрмен жасап бастап жатсыздар? Енді қазіргі заманда электр автомобильдер өте көп болып жатыр. Уже бүкіл елде көп ол машиналар, сондықтан бұл жаңа прототип болғаннан кейін заманауи машина жасағысы келгендері ғой олардың да. Заманауи машина, яғни заман талабына сай дейсіз ғой. Қауіпсіздіктері қалай бұның? Ол жағын енді бізге сенім артты. Біз оларды істей аламыз. Бұл да заводтан кем емес. Барлығы қауіпсіздігі жақсы жасалған, заводтан кем емес. Барлығы қауіпсіздігі мықты жасалған. Кәдімгідей барлық жағынан толыққанды кәдімгідей автокөлік деп айтуға болады. Сіздердің нелеріңіз. Жақсы, өте қуаныштымыз. Өйстіп сіздер секілді көптеген көліктер әлі шығады деген ойдамыз. Сәттілік сіздерге. Өзімізде шықты дегеннен кейін мен бір әрбір нәрсесіне андай сынымен емес, қайта мақтаныш көзқарасымен қарап тұрмын. Егер осылай жасап айтады ғой, адам болып кетеміз деп. Осыдан кейін заказдары көп болып, қаражаты көп болып жатса, міндетті түрде бұл кісілер мықты көліктерді шығарады деген ойдамын. Ең бастысы осындай ұмтылыс, ең бастысы мотивация. Алға Қазақстан! Бүгінгі шығарылымда біздің барлық көрермендеріміздің көңілінен шыққымыз келіп жатыр. Міне, менің өзіме негізі осындай жол талғамайтын көліктер ұнайды. Ал егер сол жол талғамайтын көлік барынша жасалып тұрса, онымен дәл қазір мініп табиғатқа шығып кетуге болатын болып тұрса, неге түсірмеске деген мақсатта міне ағамыздың көлігін көріп қалдық. Ассалаумағалейкум. Жалпы не көлік екенін, қандай көлік, қайдан алдыңыз, не себеппен бұл көлікті алдыңыз, не себеппен жасадыңыз, барлығы айтып берсеңіз. Так, бұл көлік Land Rover Defender деп аталады. Негізі біздің Қазақстанда бағасы бағаланбай қалған көлік деп айтсақ болады. Бүкіл елде әлемде қымбат. Япония, Корея, Дубай, Америкадан сұрасаңыз да мынау қымбат. Біздегіден әлдеқайда, тіпті екі есе. Бұл ең жол талғамайтын көліктердің атасы деп айтсақ болады. Салмағы өзінің заводтан шыққан 1/6. Жеңіл машинеден де жеңіл деп айтсақ болады. 1 тонна 600. 1 тонна 600 салмағы. Стоктағы салмағы, заводтан шыққандағы. Ал мына жерде енді общий бір 400 килограмм салмақ қосылып кетті уже. 400 килограмма не кіреді? Жалпы не жасаттыңыздар? Міне алдыңғы силовой бампер, артқы силовой бампер бар, төбедегі багажник төбедегі және оның төбесінде тұрған автопалатка. Қазақстанның туы әдемі кетіпті да, бірден көзге түсті. Алыстан қаншама мың көлік тұр ғой мұнда, солардың арасынан Қазақстан туы бірден көрінді. Жүрек сол Қазақстан. Жалпы қанша қаражат кетті аға? Бұған 22-23 миллионға түсіп тұр мынау қазір негізі. Ол өзі көліктің құнын қосқандағы бағасы ма, әлде? Қосқандағы. 18 миллионға алынды, сол 6 миллиондар ақша салынды, 6 миллион. Енді қазір жасататын нәрсесі жоқ. Табиғатқа шығып кетті ғой. Қозғалтқышы өзінікі ма? 2/2 дизель механика. Қозғалтқышы тиіспедіңіздер? Аспасы, ходовкасы барлығы? Лифтовный көтерілген. Блокировкамен. Блокировка дифференциалы, амортизаторлар қостыңыздар, салонда барлығы сток. Салон сток. Рация там бір нәрсе шырнәсе сол. Қай жылғы көлік негізі? 2012. 2012 жылғы. Енді болашақтағы мақсат қандай бұл көлікке? Болашақтағы мақсат негізі бұл Defender'дің мен 4-еуін шығарам деген, 4 данасын. 4 түрлі болады. Біреу жаңағы автомат коробка. Автомат коробкамен болады. Біреу пикап, біреу коротка деф. Мен ол мақсатым Қазақстандағы осы Defender'дің сұранысын арттыру, таныстыру жақынырақ. Қазақстан бойынша тур жасаймыз келешекте. Defender'лармен. Сізге сәттілік аға. Маған өзіме қатты ұнайды, негізі бағаланбай қалғанын білетін едім. Сол себепті осы көлікті түсірсек деп шештік. Негізі мынау өте мықты көлік. Қараңыздар. Артында жаңа заман технологиясы дейін ба, қараңыздар, Қытайлар таңғалдырудан жалықпай жатыр, неше түрлі күннен күнге көліктер шығып жатыр. Дәл қазір сіздерге көрсетейін деп тұрған көлігіміз Янгваг U8 деген, міне Шымкентте бүгінгі көрмеде, міне бұл көліктің ерекшелігі орында тұрып бұрыла алады. Лайв форматта көрсеткім келіп тұр, қараңыздар қалай бұрылатынын. Орында тұрып бұрылып жатыр.
егер автотұрақ қиын болса, тұрақ машиналар көп болса, орында тұрып бұруға болады. Көрдіңіздер ғой. Бұдан бөлек, егер суда қалған болсаңыздар, бұл судың бетінде 1,5 метрлік тереңдікте судың бетімен жүріп өте алатын көлік. Көрдіңіздер ғой, міне технологиялар дамып жатыр, барлығы дамып жатыр, заманымыз осылай өзгеріп жатыр. Болашақта осындай көліктерге тюнинг жасаймыз деген ойдамын. Манта Моторс Қытайдан немесе любой жерден автокөлік заказға келеміз. Именно осы Янван U8 под заказ Қытайдан әкелгенбіз. Өзіміздің клиентімізге. Бағасы қанша? 76 миллион түскен. 76 миллионға түсті. Бұның гарантиясы қанша? Біз, то есть гарантия дополнительный 2 миллион теңге қосып бересіз, гарантия 2 жылға немесе 100 мың километрға гарантия береді. 2 жылға, иә? Иә, бірақ алатын адамдар гарантия салады, доверие в первую очередь деп ойлаймын. Иә, сенім, иә? Жалпы зауыттан беріліп отырған гарантия қанша? Заводтан бұлар негізі бізге гарантия бермейді. Сіздер өздеріңіз, иә? Біз өзіміз береміз. Жалпы сапасы барлығы жақсы, иә? Керемет, иә, тамаша. Қазір Қазақстанда осы бір көлікті алып келдіңіздер. Иә. Жақсы. Тағы келеміз. Сәттілік өте керемет көлік екен. Міне көрдіңіздер, заман осылай дамып жатыр, технологиялар осылай дамып жатыр. Жалпы болашақ Алла қаласа осы көліктерде деп ойлаймыз, иә? Құдай қаласа, иә. Мен бірақ өзім бензинді көліктерді ұнататын адаммын. Тіпті қымбат тұрмайтын мынандай Nexia-ны да тюнинг жасап, әдемілеп, ерекшелендіріп, айдап жүрген адамдарымыз бар екен. Иә, құрметті достар, сіздерге бүгін барынша біз бүгінгі жиынның атмосферасын беруді тырыстық. Барынша қандай ерекше көлік бар, соларды да көрсетуге тырыстық. Енді барлық көлікті толыққанды көрсетіп шығу мүмкін емес әрине. Енді сіздерге бұдан шығаратын түйін өздеріңіз білесіздер, көлікке қанша салсаңыздар да әрқашан сала беруге болады. Немесе мына көлік секілді міне өздеріңіз қолдарыңызбен үйде фломастермен алып боясаңыздар да ерекшеленіп жүруге болады. Тюнинг деген жалпы осы көлікті жетілдіру. Ал көлікті жетілдіруді сіздер қалай түсесіздер, оны өздеріңіз білесіздер. Бұл Курсив медиа арнасы, мен Ерғазы Әзімханұлы. Жалпы бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қай көлік ұнады, немесе шығарылым жалпы ұнады ма, ұнамады ма, соның барлығын жаза кетсеңіздер болады. Біз әрбір пікірге риза боламыз. Иә, лүпілді басып, келесі шығарылымды күтіңіздер.